Баршаларыңызға сәлем. Бүгін осындай сары өріктен варенье тосап жасайтын боламыз. Біздің өріктің сорты медовый, балды сорт. Енді өріктерімізді кең ыдысқа салып, жақсылап тазалап жуамыз. Сары өрікті жуып тазалап алдық. Енді ортасындағы сүйегінен тазартамыз. Осылай ортасын ашып, сүйегін алып тастаймыз. Барлық өріктерді тазалап алдық. Енді соломка етіп тураймыз әдемілеп. Осылай соломка етіп турап қайнатсаңыздар өте ыңғайлы. Нанға жағып жегенге де, өзімен шай ішкенге де. Ал егер дәу күйінде қайната салсақ, онда маған ыңғайсыз сияқты. Дәу боп нанға жаққан кезде де ағып төгіп. Мынада кішкентай өзімізге ыңғайлы. Міне осылай бәрін турап алдық әдемілеп. Енді туралған өріктердің үстіне қант сеуіп ерітуге қойып қоямыз. Маған ерітуге бір түн кетті. Мен кешкісін қойдым. Таңға жоқ, уже еріп әдемі болып дайын тұрды. Қантымыз еріді. Енді орташа отқа қойып қайнатамыз. Міне осылай. Негізінде қатты қайнатпаймыз. Қайнатуға дейін жеткіземіз де өшіріп қоямыз. Мен қайнайын деп қалды. Мен енді өшіріп қоям. Вареньеміз шамалы суығаннан кейін, жаңағы өріктің ортасындағы сүйектерін шағып, дәнін осы тосабымызға қосамыз. Бұл өте дәмді болады, әрі өте пайдалы болады. Осылай араластырып, тағы да орташа отқа қойып, қайнауға дейін ғана жеткіземіз. Тосапты қайнатпаймыз, қайнауға дейін жеткізіп отырамыз. Неге мен тосапты қайнатпайды десеңіздер, біріншіден тосап қатты қайнаған сайын оның пайдалы құрамы жоғалып кетеді. Екіншіден түрі қарайып, тосабымыздың түрі бұзылады. Сол себепті қатты қайнатпаймын. Енді міне қайнаған вареньемізді, тосабымызды стерилденген банкілерге салып жаба береміз. Банкіні енді стерилдеуді барлықтарыңыз білетін шығарсыздар деп ойлаймын. Осылай құйып, банкі жапқышымызбен айналдырып жабамыз. Міне осылай банкілерімізді жабамыз. Осы рецептпен дайындап көріңіздер. Түсі де өте әдемі болып шықты. Ас болсын. Сіздермен болған Тоғжан.